Сәлем, сұлуға жаны құмар, менің сұлу көрермендерім. Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. Айнұр сұлу арнасында 30 күндік жасару марафоны жүріп жатыр. Егер де сіз ешбір артық шығынсыз және зиянсыз жасарыңыз келетін болса, онда арнаға есік ашық. Лайк басып тіркеліп өтсеңіз, комментарий жазсаңыз, тіпті мені жоғалтып алмайсыз. Және күнделікті бірге жаттығулар жасап, массаж жасап, бірге жасаратын боламыз. Ал бүгін жаттығулар күні. Және біз әрбір бұлшықеттерімізді сезіне отырып жаттығулар жасайтын боламыз. Ең бірінші біз арқадан бастаймыз. Арқаны тік ұстауды қалыптастыру жаттығуы. Әрбір жаттығуды бастамас бұрын біз тыныс алуды реттеп аламыз. Яғни әрбір жаттығу ұтымды, тиімді болу үшін оттегі ағзаға толықтай жетіп тұруы тиіс. Жаттығуымызды бастаймыз. Әрбір жаттығуды 20-25 рет қайталаймыз. Егер де қиындық туғызып жатса, бірінші реттен 10-15 рет жеткілікті болады. Жайлы орындыққа отырып алып, арқаны тік қалпында ұстаймыз. Қолымызды бас бөлігінің артына айқастырамыз. Қолдарымызды толық ашып, толықтай ашып, ал жапқан кезде басымызды 45 градусқа төмен қаратамыз. Арқа омыртқасының жазылғанын байқаймыз. Осылай жасаңыздар. Келесі жаттығу мойын бөлігіне арналады. Артқа омыртқасы тік қалпында, оңға, солға, алдыға және артқа басымызды шалқайтамыз. Оңға, солға, алдыға және артқа басымызды шалқайтамыз. Разминка ретіндегі жаттығу 2-3 рет қайталасаңыз жеткілікті. Келесі жаттығуды ең кемінде 20-25 рет қайталап шығыңыз. Арқаны тік қалпында ұстаймыз. Бір қолымызбен мойын басталар бөлігіне қоямыз және ерніңізді жауып тұрып жымиямыз. Басыңызды артқа, оңға және солға шалқайтамыз. Жаттығуды бастамас бұрын терең тыныс алып аламыз және әрбір жаттығуды 20-25 реттен жасаңыздар. Паузаға қойып, осы жаттығуды қайталасаңыздар болады. 20-25 рет. Жаттығу жасап жатқан кезде мойын бұлшықеттерінің толықтай жұмыс жасап жатқанын байқауымыз керек. Жаттығуды 20-25 рет жасайсыздар. Жасап болғаннан кейін терең тыныс аламыз және әрбір жұмыс жасаған бұлшықеттерді 5 секундқа фиксировать етеміз. Келесі жаттығу екінші иекті болдырмас үшін мына овал лица дейді, беттің овалын және де мұрын айналасындағы әжімдерді болдырмас үшін көмегі зор жаттығу. Бұл жаттығуды жасаған кезде екі қолымызбен бет буындарының жанына қоямыз, аузымызды о деп кішкене ғана ашамыз да, астыңғы ерін жұмыс жасайды. Сұқ саусағымызбен көмектессек болады және де басымызды кішкене артқа шалқайтсақ дұрыс жасалынады жаттығу. Жаттығуды жасап жатқан кезде ерін бұлшықеттерінің жұмыс жасап жатқандығын байқауымыз тиісті. Жаттығу жасамас бұрын терең тыныс алып аламыз. Әрбір жаттығуды 20-25 рет кемінде қайталаған абзал. Ерін бұлшықеттерінің жұмыс жасап жатқандығын байқайсыздар. Астыңғы ерін бұлшықеті өте жақсы жұмыс жасайды. Әрбір жаттығуды 20-25 рет қайталап болған соң терең тыныс алып, тынысымызды резко шығарамыз және осы жұмыс жасаған бұлшықетті фиксировать етеміз 5 секундқа. Молодцы. Келесі жаттығу ерінге көлем беруге немесе ерінді әдемі қалыпқа келтіруге арналады. Ол үшін кішкене аузымызды ашамыз да А, О, У деген әріптерді қайталаймыз. Терең тыныс алып, тынысымызды жіберіп бастаймыз. А, О, У. Қаттырақ ашамыз.
А, О, У. Толықтай осы әріптерді айтып шығыңыздар. 20-25 рет қайталаймыз. Терең тыныс алып, тынысымызды жібереміз және әрбір әріпті 5 секундтан қайталап өтіңіздер. Керемет. Келесі жаттығу бетімізді жас қалыпқа келтіруге көмектеседі. Басқаша айтқан кезде мына бұлшықеттерді көтеруге көмектеседі. Яғни уақыт өте келе мына беттің екі жағы салбырай бастайды, соны көтеру үшін осы жаттығудың көмегі зор. О деп ашып, күлеміз, құлаққа қарай еріндерімізді жылжытамыз. Қолдарымызбен көмектессек болады. 20-25 рет жасаймыз осы жаттығуды. Ал жасамас бұрын біз әрбір жаттығудың алдында терең тыныс аламыз, тынысымызды жібереміз және бастаймыз. Қайталаңыздар, паузаға қойып қайталасаңыздар болады. Жұмыс жасаған мына бет бұлшықеттерін байқауларыңыз керек. Төбеге қарай күлмейміз, құлаққа қарай. Екі ернімізді құлаққа қарай созамыз. Керемет. Терең тыныс аламыз. Жаттығу соңында тынысымызды резко жібереміз. Әрбір жұмыс жасаған бұлшықетті 5 секундқа фиксировать етеміз. Келесі жаттығу кейбір қыз-келіншектердің мына яблочко дейді, яблочко көтерілмей тұрады, салбырап тұрады. Соны көтеру үшін, кішкене мынан көтеріңкі, әдемі қалыпта болу үшін келесі жаттығудың көмегі зор болады. Бұл жаттығуды жасау үшін екі қолыңызбен мұрын бөлігі жанындағы бет бұлшықеттерінің үстіне қойып, күлген кезде біз құлаққа қарай емес, енді үстіне қарай күлеміз. Яғни уже кішкене тістеріміз көрінетіндей. Әрбір жаттығу жасамас бұрын терең тыныс алып, тынысымызды жібереміз. Әрбір жаттығу соңында терең тыныс алып, тынысымызды резко жібереміз. 20-25 рет қайталаймыз және әрбір жұмыс жасаған бұлшықетті 5 секундқа ұстап қаламыз. Фиксация ретінде. Ал келесі жаттығу мұрнымызды әдемі қалыпқа келтіруге және носогубные складки дейді, мұрның айналасында әжімдерді кетіруге зор әсері бар жаттығу. Бұл жаттығуды жасау үшін сұқ саусағымызбен мұрнымызды кішкене көтереміз және мұрнымызбен жұмыс жасаймыз. Екі жақ бөлігімен мұрынды төбеге көтереміз, түсіреміз, көтереміз, түсіреміз. Ал бастаңыздар. Үстіңгі ерін бөлігімен көмектессеңіздер болады. Бірінші реттен жасай алмай жатсаңыздар, қайталаңыздар. 20-25 рет қайталау керек. Фиксация жасаймыз 5 секундқа. Жұмыс жасаған бұлшықеттерді байқаймыз. Керемет. Келесі жаттығулар көз айналасы бұлшықеттеріне арналады. Үстіңгі, астыңғы және бүкіл домалана орналасқан бұлшықеттерге әсер етеміз. Бұл жаттығуды жасаған кезде саусақтарымызды қастың бастапқы және соңғы бөлігіне қоямыз, фиксировать етеміз, көзімізді ашып жұмамыз. Терең тыныс алып, тынысымызды жіберіп бастаймыз. 20-25 рет қайталаймыз. Көзімізді жұмған кезде қатты жұмбаймыз, орташа жұмамыз және саусақтарымыз жылжып кетпейтіндей бор орнында ұстаймыз. Керемет. Тынысымызды жіберіп 5 секундқа жұмыс жасаған бұлшықеттерді ұстап қаламыз. Керемет. Келесі жаттығу көздің астыңғы бөлігіне арналады. Саусақтарымызбен көздің бастапқы және соңғы бөлігіне қоямыз және көзімізбен төбеге қарап сығырайтамыз. Керемет. Бастайық. 20-25 рет қайталаймыз. Сығырайтқан кезде тек көздің астыңғы бөлігі ғана жұмыс жасап жатқан байқаңыздар бұлшықеттердің. Және терең тыныс алып, жаттығуды фиксировать етеміз 5 секундқа. Керемет. Келесі жаттығу көздің үстіңгі бөлігі бұлшықеттеріне арналады.
тура осы алдыңғы жаттығудай жасаймыз, тек қана астына қарай қараймыз. Алдында төбеге қарасақ, енді астына қараймыз. Осылай 20-25 рет қайталаңыздар, қыздар. Және көздің үстіңгі бөлігі бұлшеттері жұмыс жасап жатқан байқаймыз. 5 секундқа жасап болғаннан кейін бұлшеттерді фиксировать етеміз. Керемет. Ал келесі жаттығу маңдай бөлігі әжімдерді кетіруге арналады. Ол үшін маңдайымызға алақанымызды қойып, қасымызды қатты төбеге көтереміз, түсіреміз. Қатты көтереміз, түсіреміз. Не болмаса, соқ саусақтарыңызбен байқасаңыздар да болады. Бірінші жасаған кезде алақанымызды толықтай қойып жасағанымыз абзал. Керемет. Терең тыныс алып, тынысымызды жібереміз, бастаймыз. 20-25 рет қайталаймыз. Керемет, қыздар. Осымен біздің бүгінгі жаттығуларымыз аяқталды. Уақыт бөліп әрбір жаттығуды жасады деген ойдамын. Себебі бұл жаттығуларды жасау арқылы сіздер көптеген проблемалардан беттегі арыласыздар. Біріншіден бұл әжімдерді кетіресіздер, екіншіден бөртпелер болатын болса беттеріңізде, олар да уақыт өте кетеді. Және үшіншіден мынау беттеріңіздің түсі бір реңкке келеді. Қыздар, міндетті түрде жасаңыздар, күнделікті жасаңыздар болады, күнара жасасаңыздар болады, күнара жасасаңыздар арасында массаж жасауға болады, керемет әсерін алатын боласыздар. Сол себепті жасаңыздар, егер де жасаған болсаңыздар, комментарияға қандай әсер алдыңыздар жазып өтіңіздер, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін, ал келесі күні жолыққанша.